Елімізде көлік және байланыс саласы мамандарының төл мерекесі аталып өтті. Осыған орай тілшілеріміз байланыс саласында еңбектеніп жүрген қыз-жігіттердің күнделікті жұмысымен танысып қайтқан болатын. Алматы Телекомның тұтынушыларды қолдау және сапалы ақпараттық қызмет көрсету орталығының бір күндік тыныс-тіршілігі жайында келесі бейнематериалда толығырақ. Жедел қоңырау қабылдау орталығында қызмет етіп отырған мамандардың жұмысы сырт көзге оңай болып көрінеді. Бірақ тереңірек үңілсеңіз, байланысшы мамандардың қажырлы еңбегін байқауға болады. Телефон тұтқасында отырған бір маман күніне кейде 1000-ға жуық қоңырау қабылдауға мәжбүр. Бұл әрине төзімділік пен қарапайымдылықты талап етеді. Сәлеметсіз бе, Алматыша? Қазақтелеком акционерлік қоғамының филиалы Алматы Телеком жедел ақпарат беру орталығы телефоннан тыс ғаламтор арқылы қызмет көрсетеді. Тұтынушы Мегалайн желісі арқылы телекоммуникацияда туындаған сауалдарын арнайы сайтқа жолдай алады. Ақпараттық орталық сұрақтарға сол сәтте жауап қайтарады. Тұтынушылардың қолдау цехы 160 байланыс номері клиенттерге телекоммуникация қызмет мәселелерін шешуге жедел жәрдем болып келеді. Яғни 160 номеріне звондап немесе біздің сайттарымызда megaline.kz, telekom.kz хабарын қалдыруға болады. Сонымен қатар біздің абоненттеріміз үйден шықпай-ақ өз сұрақтарына жауап бере алады. Клиенттерге ақпарат беру орталығында барлығы 180 қызметкер жұмыс істейді. Олардың әрқайсысына жүктелген міндеттер бар. Бірақ барлығының мақсаты біреу. Ол тұтынушыға сапалы әрі нақты ақпарат жеткізу. Аталған ұжым бұл жауапкершілікті